Украина Русияның 3 миллиард доллар қиметінде Авропа облигациялары бойынша давасының огренуыны тезлештірмек ақындаки Лондон юқары махкемесінің қарарына шикает аризасыны бережектір. Бұқта журналистлерге малия назиры Александр Данилюк білдіре. Махкемеджи Украин тарафының бұттун дәлелеріні рет етті. Шу жүмледен Русия Федерациясы Украинаны сеси жеттен сықыштырғаны ақындаки қабатны дәләғу етті. 2015 сенесі Москва умуми шартлар бойынша евро облигациялары одемесінің структурасыны деніштірмектен вазгечті. Украина есе одемесіне мораторийны кірсетті. Нәтижеде Русия Федерацияның емрі еле çalışқан Траст Украинаны боржыны одетмек ечун Ингилтере юқары махкемесіне давасыны açқан. Ос итиразында Украин тарафы борж ақындаки анлашма 2013 сенесі Януковичның акимияты тарафындан Русия басқысы ве милли қануниетнің бозулуынен қабул етілгенini қайт етті.